Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Біріншіден Рамазан айымыз құтты болсын, ниеттеріміз қабыл болсын. Өзімді таныстырып кетейін. Мен Арал индустриялы-техникалық колледжінде өндірістік оқу шебері болып істеймін. Есімім Кенжебаева Анара Рапиковна. Мамандығым тігін өнеркәсібі. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты біз үйдеміз акциясы жалғасуда. Сондықтан да мен үйден сіздерге мастер-класс көрсетуді ұйғардым. Барлық үйден табылатын маталардан, қолжетімді маталардан қыз-келіншектерге арналған бас киім, яғни чалманың бірнеше түрін ұсынамын. Сәл күрделі түрін, чалманың тігу әдісін көрсетемін. Ол сізге маталар керек, маталардың түрлері. Бір түрінен қазір қызыл матадан сіздерге көрсетемін. Менің алып отқан матам велюр матасы өте жақсы созылады. Сондықтан жіптердің түрлері, иінелер, сызғыш, қайшы, сызатын бор немесе сабын, бастың өлшемін алатын сантиметр лентасы. Қазір бірінші біз бас өлшемін алып аламыз. Менің көмекшім, өзімнің келінім Айсұлу, танысып қояйық. Бас өлшемін желкенің ұшқырынан бастап аламыз да маңдайға дейін келтіреміз. Айсұлудың бас өлшемі 58 сантиметр. Бас өлшеміміз 58 сантиметр болды. Чалма үшін ұзындығы 58 сантиметр аламыз. Енін 14 сантиметр қылып аламыз. Ені 14. Егер бірі тім болса, менің матам ұшқа, сондықтан да мен 2 тін қылып алғым келіп отыр, 2 қабат қылып. Ол үшін мен 14 емес 25 сантиметр мына жерден өлшеп аламын. 25 сантиметр өлшеп аламын. Сосын мына жақтан 58 сантиметрін тағы бір өлшеп аламын. Сөйтіп сызғышпен түзеп сызып аламыз. 58, 25 сантиметр. Матамызды 2 қабаттап жайып алдық. Үстіне бас киіміміздің суын сызып алдық. Енді осыны қиып аламыз. Мінекей 58-де 25 қылып 2 тік бұрыш қиып алдық. Мен айтқанымда 2 қабаттаймын. Егер сіз 14-те 56-58 қылып алып алсаңыз, ол кезде бір тіннен де істейсіз. Ол кезде міне 2 сантиметрді бір бөлесіз. Сосын мындай алып 2 бөлесіз де, ол кезде мына жерден ғана тігісті түсіріп шығасыз. Ал мен 2 қабаттайтын болғасын, екі сантиметрге осы жерден бір бөгіп, тағы мына жерден бір бөгемде уақытша инемен қадап қоямын. Бұл чалманың бір жақсы жері, машина жоқ деп отырмайсыздар. Машина болмаса, қолмен де тігуге болады. Қазір бір жағын сіздерге қол тігісті көрсетемін, қалай тігуге болатынын. Шетінен 0,4-0,5 сантиметр алып, инемізді өткіземіз. Өстіп, аяғына дейін қол тігіспен тігіп шығасыздар. Ашқан кезде мынандай болып, егер мен сіздерге
ақ жіптен әдейі көрсетіп отырмын. Қызыл жіппен тіксеңіз дымда көрінбейді. Біз бір жағын қол тігіспен тігіп алдық. Екінші жағында солай 2 сантиметрге бүгеміз да, бұл жағын мен сіздерге машина тігіспен тігуді көрсетейін. Неге тігіп алдық. Енді осыны ортасын тағы бір табамыз да, ортасын тағы бір тігеміз. Барлық тігісіміз теріс жақтан түседі. Так, ортасына бұны да тігіп шығамыз. Ғашықтың дерті орамал, ананың әппақ жүрегі, келіннің көркі орамал, жүрекке жарқын жолалар, сүйгені еске оралар, ғасырлар ғұрпым боп қалсын. Бір бөлігі болып шықты. Қазір енді екінші бөлігін тігіп шығамыз. Екі бөлігін тігіп болды. Енді біздің чалмамыздың жартысы уже дайын деуге болады. Мына тігіс түскен жағы теріс жағы, мына жағы оң жағы. Енді осының ортасын тауып алуымыз керек. Екі бұйымыздың да ортасын тауып аламыз. Енді бір-біріне айқастырып бітіп саламыз. Сүйгені еске оралар, ғасырлар ғұрпым боп қалсын. Мен сыйға тартқан орамал, жүрекке жарқын жолалар, сүйгені еске оралар, ғасырлар ғұрпым боп қалсын. Қосамыз. Мына екі жақты тігіп шығамыз. Машина тігіспен. Әп-әдемі чалма шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Сұлудың серті орамал, ғашықтың